Ресурстық тіл орталығының бастауымен көп тілділік мәдениетін дамыту, жастар мен ересектерге бірнеше шет тілін меңгеруді насихаттауға арналған Полиглот жобасының алғашқы жариялымын назарларыңызға ұсынамыз. Полиглот жобасының алғашқы қонағы Евгений Арсанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды зерттеу университетінің доценті, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Қарағанды университетінің еңбек сіңірген қызметкері Қағазбаев Шампырбай Ахметұлы. Қош келдіңіз, ағай. Қош болдық. Мемлекеттік тіл қазақ тілі өз алдында ең алғашқы үйренген шет тілін жайлы айтсаңыз, не себепті дәл сол тілді таңдадыңыз? Иә. 1962 жылы өмір жағдайына байланысты мен оқуымды әрі қарай 3-ші сыныптан кейін Өскемен қаласында жалғастыратын болдым. Сол Өскемен қаласында жалғыз қазақ тілінде білім беретін Жамбыл атындағы мектеп-интернат бар екен. Сол интернатқа барып орналастым да 4-ші сыныптан бастап сонда білімді жалғастырдым. 5-ші сыныпта бізге Адольф Антонович Гербер деген ағылшын тілінің маманы келді. Ол кісі айтты, мен орыс тілінде онша мықты білмеймін, қазақ тілін түсінбеймін де, менің жақсы білетін тілім ағылшын тілі. Сондықтан осы ағылшын тілін бәріміз менімен бірге үйреніп көрейік. Сіздер маған қазақ тілі мен орыс тілін үйренуге көмек беріңіздер деді. О, жақсы деп біз қабылдадық. Содан мені бізде таңдау болған жоқ, әрине. Бірақ бұл ерекше тіл екен деп, сондықтан ана кісі өзі көп жылдар бойы Австралияда тұрған екен. Негізгі түп тамыры сол орыс сияқты, тегі орыс сияқты, сондықтан ары қарай кетіп қалғаннан кейін, сосын біраз жасқа келгеннен қайтып келгеннен кейін бер жағдаймен әйтеуір Өскемен қаласында болып, ешқандай мектеп ол кісінің жұмысқа алмаған. Өйткені құжаттарда дұрыс емес екен, жоқ екен. Сондықтан біздің директор Москва мемлекеттік университетін бітірген азамат, көзі қарақты азамат. Сондықтан бұндай маман бізге өте керек. Бізде ағылшын тілінің, орыс тілінің маманы бар, қазақ тілінің маманы бар. Енді жетіспей тұрған сол ағылшын тілінің маманы деп, сол кісінің жұмыс қалғаннан кейін, сол кісі бізге енді былай айтқанда білім бұлағынан сусындата бастады. Мен ол кісінің дыбыстау жүйесіне ғашық болдым, қалай ағылшынша сөйлейтініне үйренгім келді, шын айтқанда. Бөгде тіл екен, маған керек екен деген сияқты. Ішінде бір ерекше бір сондай құлшыныс пайда болды қазақ тілін ағылшын тілін үйренуге деген. Солай басталды бұл. Жақсы, енді тіл үйренудің қызықты және қиын тұстары жайлы айтсаңыз. Мынау Американың журналисті болған Сидни Харрис деген. Сол кісіден сұрақ сұрағанда ол кісі бүйтіп айтты, өмір қиын ғой, негізі өмір оңай емес қой деп айтқан адамдарға былай дейді екен, немен салыстырғанда деп. Сондықтан тілде солай ғой. Мысалы шет тілін үйренуге ең бірінші қандай тіл болсын. Мен өзімнің теориям бойынша адамның басында бүкіл тілдерге деген екептілік бар. Қай тілді үйренеміз? Өйткені Қытай тілінде үйренуге болады, француз тілінде үйренуге болады. Сондықтан бірінші ниет керек. Ниет болса бәрі болады, иә. Ниет болса алдыңда 100 мүмкіндік ашылады. Ниетің жоқ болса 100 себеп табылады. Істемеуге, әрекет. Ағай, тілді меңгерудегі ең тиімді әдіс жайлы айтсаңыз. Әдістер көп негізі. Қазақтар айтады ғой, сөйлей шешен боласың, көре көсем боласың дейді. Сондықтан ағылшындар да сөйтіп айтады. If you don't use it, you will lose it. Қолданбасаң жоғалтып аласың. Сондықтан ең бірінші сөйлеу керек, сөйлеуден бастау керек. Аздап болса да, кішкентай болса да, жеке сөздер жаттамай, сөздерді бір сөйлем ішінде, фраза ішінде, айтылым ішінде қолданып деген сияқты. Енді мен сізге айтайын, онда көптеген бізде қазір сайттар көп. Мысалы, тілді үйренем десеңіз, Duolingo деген бар, study.ru деген бар, Lingoleo деген сайттары бар, көптеген Memrise деген дүниелер бар. Яғни қазір тілді үйренудегі бүкіл мүмкіндік бар деген сияқты. Сондықтан мен тағы да егер де сізге ұстаз керек болса, мен былай айтар едім, ақыл берер едім. Ең бірінші тіл есінен бастау керек. $200 төлеңіз, айына 1 ай, ең болмаса 1 ай бойы ағылшын американ адаммен сол тілді үйрене бастауыңыз керек, онлайн режимде бола берсін. Содан бастасаңыз сіздің құлағыңыз әдемі, әуезді ағылшын тіліне үйренеді.
Содан кейін өзіміздің ұстаздармен әрі қарай жалғастыра бересіз, сосын өз бетіңізбен жалғастыра бересіз деген сияқты. Сондықтан не істеу керек деген сияқты, бірінші ағылшын тілінде диалогтарды тыңдау керек, ол диалогты түсіну керек деген сияқты. Мынандай қарапайым деңгейде тыңдап үйреніп, одан кейін біртіндеп сол деңгейлерді арттыра бересіздер, күрделі қыла бересіздер деген сияқты. Екінші, ағылшын тілінде субтитрі бар фильмдер көру керек. Бірінші, сол өзіңіздің былай сюжетін білетін фильм болады ғой. Соны орыс тілінде бір көріп алып, ол фильмді. Одан кейін сол фильмді ағылшын тілінде «Унесенный ветром», например. Мысалы, «Унесенный ветром» деген «Gone with the Wind» деген бар. Соны мысалы орыс тілінде көргеннен кейін, оны ағылшын тілінде субтитрмен көріп, одан кейін сол субтитрсыз көруге болғанда сөйтіп үйренуге болады өзіңмен, өзің машықтанасың да. Содан кейін кез келген былай сұхбат, әңгімеге қатысу керек, ұялмау керек, оны сөйлеу керек қой ең біріншісінде, соған машықтану керек. Ағай, жалпы болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Себебін айтсаңыз. Енді мен негізі бір жасқа келіп қалдым. Менің жақсы меңгерген тілдерім әрине орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі. Осы тілдің ішінде өзімнің ана тілім, қазақ тілінің орны ерекше. Енді тұқырдың ең биігінде орын алатын тілдің бірі өзім жақсы көремін. Менің Мұқағали айтады ғой, екінші байлығым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де қасиетті тілімнен түңілмедім деп. Әбділда Тәжібай айтады, тілім менің тіршілігімнің айғағы, тіл арқылы айтылар сыр ойдағы. Тілім өшсе мен де бірге өшемін, тілім өшсе мен де бірге өшемін. Сондықтан мен қазақ тілім менің ең жауһар тілім, менің жанашырым деп өзім есептеймін, тұғырым деп есептеймін, қазынам, байлығым, жауһарым деп есептеймін. Одан кейін кез келгенде орыс тілі өзіміз қазір енді біздің Қазақстанда тұратын этностардың аралығында қарым-қатынас тілі болып жатыр ғой. Негізі тегінде қарым-қатынас тілі қазақ тілі болса екен деп аңсаймын, армандаймын. Әрине ағылшын тілі, енді мен ағылшын тілін өте жақсы көремін. Өйткені бұл халықаралық тіл, әлемге танымал тіл болғаннан кейін, сондықтан мен негізі енді өзімнің арманым үйренсем деген араб тілін үйренсем деген ойым бар. Өйткені мен Құран хадистерін Құранды арабша енді оқып, соның аудармасын қарап отырамын ылғи да. Жақынмын. Сосын бір жақсы өзі оңнан солға қарай кетеді, оңнан басталады ғой. Оң дегенің өзі бір жақсы нәрсе ғой. Оңы болсын, жұмысың, сапарың оң болсын деген сияқты сондай бір әдемі. Сондықтан біз бәрі солдан оңға қараймыз, ол да оңнан солға қарай жатыр. Соның өзі маған өте жақсы қызығамын соған. Сондықтан біртіндеп сол араб тілін меңгерсем деген ойым бар. Жақсы, енді ағай, жастарға үш тілде бір сөйлемнен кеңес беріп кетсеңіз. Қолға салғым келіп тұр сізге? Иә. Мен айтайын дегенім, бірінші жаңа айтып кеттік, ниет керек тілді меңгеру үшін, сосын белгілі бір режим керек, тәртіп керек та. If you teach today as you taught yesterday, you will rob tomorrow of your younger learners. Яғни бұл былай, егер бүгін сіз кешегіндей оқытсаңыз, жастардың ертеңгісін ұрлайсыз деген сөз. Қазақша енді айтсам, талапты ерге нұр жауар дейді. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болар кез дейді қазақтар. Орыстарын, конечно, орыстар айтады, міндетті түрде, знание сила. У знания есть начало, но нет конца. Но к этому надо стремиться. Жақсы, түсінді жауабыңызға рахмет ағай. Ана тілін арым бол, ятым болып тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қош сау болыңыз көрермен.